Қазбек би атамыздың жақсы сөзі бар ғой. Қатыңды ұра берсең күшің кетіп, балаң айғайлай берсең қадірің кетеді дейді. Жаңа міндет қыла берсең балаң да шыдамайды. Көп балалармен, жастармен жаңа өзім сұхбаттасқан кезде ата-аналар кейде шығарып баладан сұрасам, бала жылап тұрып айтады да, тапқаны міндет етеді. iPhone әперсең, оны міндет етеді. Жай енді еңбек етті міндет ет деген сөз бар ғой, дұрыс қой. Бірақ балаға міндет ету үшін баланың ой өрісі қандай деңгейде, сізді түсіне ала ма, қабылдай ала ма, осы соны түсіне алыр. Біздікілер жанын жиі береді, мен бүйткем де сөйткем. Соның ең соңында әйел алса, әйеліменен сыйғызбайды. Бар бізде сондай аталар. Соның ең соңында бала не істеуге тура келеді, тастап кетуге мәжбүр болады. Содан тастап кетсе, біз ренжиміз. Дұрыс қой, енді қоғамда ол нәрсе қабылданбайды. Бірақ білесіз бе, кейбір беймаз, енді ол сөз былай айтсақ, жегенін желкесінен шығаратын ата-аналар бар. Отырса опақ, тұрса сопақ деп жанын жейтін балалар бар. Енді ата-аналар бар. Сондай болса, оның алған келініне қандай өмір болады ол үйде? Содан кейін бала амал жоқ, есі кіріп қалған бала әке-шешеге қой деп айта алмайды. Мына жақтан уағыздан уағыз, әке-шешеңе бүйтпеуге керек, өйтпеу керек деп дұрыс қой енді. Бірақ мына жақта адам бәрібір бөлек қой. Жынды болса байлап бақ дұрыс. Бірақ кейбір кезде болады, адамдар мынау шектен шығып кететін жайттар болады.